Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Сіздермен бірге Эльнара. Бүгін осындай дәмді әрі тез дайындалатын мясо по-французски деген тағаммен бөліскім келіп тұр. Бұл тағамды мен тауық етімен жасаймын. Біріншіден біз тауық етті осындай пластинкаларға кесеміз. Сосын бізге грибы, помидор және де картоп пен морковь керек, сәбіз. Әрі бізге петрушка, тұз, бұрыш керек. Біріншіден біз тауық етін тұздаймыз және бұрыш қосамыз. Ол бізде маринад болып тұрады. Оны майонезбен маринадтау керек. Осылай майонезбен маринадта біз тауықты 30 минутқа қалдырамыз. Сол уақыттың ішінде біз картоп және басқа да овощтарды кесеміз. Жіңішке қылып кесу керек. Картопты жіңішке кеспесеңіз, ол пісірілмей қалады. Осылай табаны біз оливковый маймен жағамыз, немесе басқа да маймен жағуға болады. Картоптарды осылай қылып біз табанын үстіне қоямыз. Оны картопты тұздау керек. Одан кейін картоптан кейін біз помидор мен саңырауқұлақты қоямыз. Осылай жіңішке қылып турау керек. Картоптан кейін біз помидор үстіне қоямыз. Помидордан кейін сәбіз турап, сәбіз қоямыз. Сәбізден кейін біз саңырауқұлақ қоямыз. Сосын біз оны тұздаймыз. Содан кейін біз үстінен майонез жағамыз. Одан кейін сіздің қалауыңызша петрушка қосуға болады. Петрушка немесе укроп қосуға болады. Сіз өзіңіз қарайсыз, немесе қоспауға да болады. Одан кейін біз тағы бір слой картоп қосамыз. Ол да міндетті түрде жіңішке болу керек. Оны тұздаймыз. Одан кейін помидор қоссаңыз да болады, қоспасаңыз да болады. Қоспасаңыз, онда өте қатты осылай су ақпайды. Содан кейін біз тауық етін дұрыстап бір-бірден осылай саламыз. Осындай слой болып шығады. Енді біз тағы бір слой саңырауқұлақ қоямыз. Осылай демлеп. Сіздің қалауыңызша тағы да картоп қоюға болады слой, немесе қоймасаңыз да болады. Бұл сіздің қалауыңызша. Тағы да тұздаймыз, майонез жағамыз үстінен. Сосын біз пешке саламыз. Пешті әуелі оны 200 градусқа қойып ысыту керек. Ол ысыған пешке саламыз 40 минутқа. Пештің ішінде тамақ пісіп жатқан уақытта ірімшік, яғни сырды теркадан өткіземіз. Менде 2 жылдық пармезан сыры. Ол өте сіңімді әрі керемет дәм береді. 40 минут өткеннен соң сырды тағамның үстіне осылай шашамыз. 40 минут деп болжаммен айтып отырмын. Сізде плюс-минус 10 минут болуы мүмкін. Тағамды пешке қайтадан шамалы 5 минутқа саламыз. Себебі ірімшік дәмі тағамға сіңуі керек. Міне, бізде осындай көп шығынсыз, аз ғана тауық етімен жасалған жылдам әрі өте дәмді француз еті тағамы шықты. Келесіде басқа да қызықты тағам рецептілермен бөлісетін боламын. Маған қолдау көрсетіп, подписаться кнопкасын басып, видеоға лайк қойыңызды сұраймын. Көріскенше сау болыңыз.